Ассаляму алейкум, менің құрметті подписчиктерім, менің мемлекеттілер каналыма қош келдіңіздер. Осылай соғым кезінде әппақ етіп қарны тазартқыларыңыз келсе, менің видеомды соңына дейін көруге кеңес беремін. Және маған лайк басып, пікір қалдырып, қоңырашаны басып тіркеліп кетіңіздер. Әрбір қыз келіншектің уайымы қарынды қалай түгінен әппақ етіп тазартсам деген уайым болатын. Менің де уайымдардың бірі, міне қараңыздар, осылай оңай тез алыну үшін сіздермен арнайы видео түсіріп, өзімнің осы ұнаған әдісімді сіздермен бөлісудемін. Жалпы соғым сойылған кезде қарынды жақсылап бір жуып аласыздар да, үлкен табаға салып, кранттан құйылған салқын суды толтырып құясыздар. Содан кейін тамаққа салатын тұзымызды жақсылап бетіне сеуіп шығамыз. Тұз барлық жеріне тиюі керек. Яғни тұз бір түн тұрады. Бір түн тұрғаннан кейін келесі күні ысқылтым сумен немесе ыссы сумен де бір шайып алсаңыздар әппақ болады. Міне қараңыздар, арнайы сіздер үшін жақсылап бір жуып алдым. Кейбір тұз тимей қалған жерлерінде түк қалып қояды, оны уайымдамаңыздар. Жақсылап пышақпен бір-екі рет қырып жіберсеңіздер, түгі тез алынады және әппақ қарын болып шығады. 40 қабатыңызда әппақ болады, қарындарыңызда тез тазаланады. Өзіме осы әдіс қатты ұнады. Енді осы әдісті қолданып келе жатқаныма 2 жылдың шамасы болды. Оғанға дейін неше түрлі әдістерін қолдандым, бірақ осылай көңілмен шықпады. Қарындарым түктер алынбай қалды, мынадай болып әппақ болып тазартылмады. Бірақ осы әдіс қатты ұнағандықтан сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Міне қараңыздар, өздеріңізге көріп тұрғандарыңыздай түктері жақсы алынып жатыр. Міне осылай жеп-жеңіл, оңай тез алынады және қарындарыңыз әппақ болады. Жалпы әрбір қыз келіншектің уайымы соғым кезінде осылай ішек қарындарды, шектерді қалай тазартсам деген ой болады. Бұл жерде айтпақшы, менің видеомда шекті қалай тазарту керек, сол туралы видеомда бар. Бұл енді қарынды тазарту жолындағы видео әдісім. Міне қараңыздар, міне осылай әппақ қарын болады. Бұл жерде қарын да бар, 40 қабат та бар. Міне көргеніңіздей әппақ тап-таза болды. Енді осыны жақсылап суға пісіріп, одан кейін қуырып, салат қылдырып та, деликатес каши қылып та жеуге болады.